Қайырлы күн тыңдармандар. Денсаулықтарың қалай? Өткен аптада мен ауруханаға бардым. Бір күні мен өзімді жайсыз сезіндім. Менің басым ауырып, дене қызуым көтерілді. Сонымен қатар тамағым ауырып, әлсіздік пайда болды. Алдымен мен үйде демалуға шешім қабылдадым. Бірақ келесі күні жағдайым жақсармады. Сол себепті мен ауруханаға бардым. Аурухананың тіркеу бөліміне кірдім. Кеуде отырған қызметкер менің жеке куәлігімді сұрады. Мен құжатымды көрсеттім. Қабылдауға жазылдым. Ол маған дәрігердің кабинетін және уақытын айтты. Мен кезек күту залына барып отырдым. Күту залында адамдар көп болды. Біраз уақыттан кейін менің атымды атады. Мен дәрігердің кабинетіне кірдім. Дәрігер менімен сәлемдесіп, шағымымды сұрады. Мен басым ауыратынын және қызуым бар екенін түсіндірдім. Дәрігер менің қызуымды өлшеді. Ол мені тексеріп, тамағыма қарады. Сонымен қатар қан қысымымды өлшеді. Дәрігер маған бірнеше сұрақ қойды. Ол менің қашаннан бері ауырғанымды және қандай дәрі ішкенімді сұрады. Тексеруден кейін дәрігер бұл жай тұмау болуы мүмкін екенін айтты. Ол маған дәрі-дәрмек жазып берді. Көп су ішуді және бірнеше күн үйде демалуды ұсынды. Мен дәріханаға барып, қажетті дәрілерді сатып алдым. Мен дәріні уақытында ішіп, дәрігердің кеңесін орындауға тырыстым. Бірнеше күннен кейін өзімді әлде қайда жақсы сезіндім. Бұл жағдай маған денсаулықтың өте маңызды екенін түсіндірді. Ауырған кезде уақытында дәрігерге қаралу керек екенін білдім. Қазір мен өз денсаулығыма көбірек көңіл бөлемін. Мен дұрыс тамақтануға және спортпен айналысуға тырысамын. Себебі денсаулық ең үлкен байлық. Ауруханада болған осы оқиға маған пайдалы сабақ болды. Егер өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, міндетті түрде маманға жүгініңіз. Дәрігерлер өз жұмысын жақсы біледі. Бас ауруы, іш ауруы, дене қызуы, жөтел аурулары жиі кездеседі. Сондықтан абай болу керек. Тыңдағандарына көп рахмет. Ұнаса лайк басып, біздің курсқа жазылыңдар. Кездескенше.